Hayırlı gün dostlar. Barşаңызға сәлем. Бүгінгі жасалатын тағам, яғни салат, оңай салат деп аталады. Тез өте. Оған керегі жүгері, консервідегі укроп, соленый 4 огурцы, 6 жұмыртқа, 1 чеснок, капуста, сосын 4 картошка керек болады. Оны фри қылып майға қуырып аламыз. Сосын 1 майонез керек болады. Сосын кішкентай тұз қосамыз. Қазір осының барлығын жасау барысында көрсетеміз. Біз оңайлатып бәрін аршып тазалап турап қойдық. Енді қазір фриді картошканы қуырудан бастаймыз. Достар, мінекей фриді жақсы қуырылатын майға, қызып тұрған майға салдық. Қып-қызыл қылып әбден қуырып аламыз. Сосын салатымызға қосатын боламыз. Dostlar, мінекей капустаны жіңішке турап алған капустамызды үлкен ыдысқа салдық. Енді мына 1 түйір чесногымызды сарымсағымызды үстіне өткізіп бір қасық шай қасықпен тұз қосамыз. Sosun kapustasın bitip bunu bәрін aralastırıp umajlap sındırıp alamız. İlk жұмыртқасын uzun қылып турап аламыз. 6 жұмыртқамызды. Dostlar, мінекей мына kapustamızды езіп алдық, сындырып, чеснокты араластырып, есі әдемі шығып тұр. Енді жұмыртқаны үстіне саламыз, тураған. Жұмыртқаны салып болғаннан кейін бірден жүгерімізді салып аламыз консервіге. Оны бәрін саламыз. Одан кейін укроптан бір уыстай 30 граммдай, яғни укропты майдалап турап себелейтін боламыз. Осыдан кейін біз қиярымызды турап алып, ұзын-ұзын қиярымызды саламыз, сосын картошкамызды, фриімізді салатын боламыз. Қиярымызды осынша ұзынша турап аламыз. Барлығын турап, өстіп салатымызға қосамыз. Мінекей мына соленый огурцыны турап қиярды, яғни салдық. 4 штук қиярым кетті осыған. Енді барлығын қуырған фри картошкамызды салатын боламыз. Осыны енді үстіне майонез қосып, салатымызды араластырып, қалағандарыңызша қосасыздар өздеріңіз. Aralastırıp terlikeye salып көрсететін боламыз. Dostlar, мінекей дайын болды, дәмін көрейік. Керемет болып тұр, естіген мұрын жатып тұр. Өте керемет. Dostlar, үй жағдайында өздеріңізде жасасаңыздар болады. Өте оңай, өте жеңіл салат. Bizden arnağa жазып, комментарий жазып, тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.